Баршаңызға сәлем. Бүгін бір ерекше түскі ас дайындаймыз. Ол үшін фаршымызға жуамызды салып, күштен өткізілген картобымызды турап осып дайындап аламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, паприка бір кішкентай қасықпен қостым мен. Тұз қостым 2 кішкентай қасықпенен. Барлық пропорцияны астына, видеоның астына жазып кеттім, қаншаға қанша керек екенін. Солай қосып дайындасаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Мен кішкене манный каша қостым. Сіздер сухарикке қоссаңыздар да болады. Өстіп араластырасыздар бәрін қосып. Жақсылап араластырып аламыз. Шарики жасаймыз. Домалақ қылдырып, қолымызбен форма саламыз. Бәрін өз пергамент төселген қағазға салсаңыздар да болады, немесе мен сияқты фольгаға төселген осындай духовканың табасына саласыздар. Бәрін жасап аламыз осылай. Енді қыздарына дайын картошкамызға дәмдеуіштерді қосамыз. Мен картопқа арналған приправа, чеснок, сүйықмай, кішкене дәміне қарай тұз қосып, және томат пастасын қосып араластырдым. Енді қыздар, осы дайын картобымызды жаңағы жасаған фаршымыздың қасына қосып қоясыздар да 180 градуста духовкада 40-45 минут пісіріп аласыздар. Міне осындай түскі асымыз дайын болды. Қыздар, астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.